Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Сіздермен мен Шанжархан ағай. Бүгін біз осындай бір керемет бір геометрияның екі есебін шығаратын боламыз. Ал бастап көрейік. Суретте жарты шеңбердегі шаршының ауданы 3-ке тең. Міне жасыл шарш тұр ғой, осының ауданы 3-ке тең екен. EF хордасының ұзындығының мәні. Мынау ғой EF деген хорданың ұзындығының мәні деген міне осы екен. Енді қарайық оқушылар. Бізде мына шаршының ауданы 3 болатын болса, оның қабырғасы қанша? S-тің формуласы қандай? Шаршының ауданы а квадрат қой. Сонда S деп отқаның 3-ке тең, яғни а квадратының тең 3-ке болатын болса, оның қабырғасы түбірасты 3-ке тең екен. Мына шаршының қабырғасында қанша екен оқушылар? Түбірасты 3, түбірастында 3 екен. Аха. Енді қарайық оқушылар, енді қарайық. Бізде түбірасты 3, түбірасты 3 болатын болса, яғни а тең түбірасты 3 болатын болса, енді шаршының диагоналінің формуласы а түбірасты 2, оны пифагормен тауып алсамыз, а түбірасты 2 деген ол түбірасты 3 көбейту түбірасты 2, ол түбірасты 6 ма сонда? Мына шаршының диагоналы қанша екен оқушылар? Шаршының диагоналы түбірастындағы 6 болады екен. Енді шаршының диагоналы түбірасты 6 болатын болса, ол еще радиусқа тең болып тұр ма? Мына шеңбердің радиусына ұқсап тұр ғой. Байқадыңыздар ма оқушылар? Сол мына радиуста түбірасты 6 тең екен. Енді пифагормен оқушылар, мына түбірасты 3, мына түбірасты 6 болатын болса, пифагор теоремасы бойынша мынау 3 болады екен. Дұрыс па оқушылар? Мына бір жерің 3 болады екен. Мынаны М деп қойсайын. Мына MF сызығының ұзындығы 3 болады екен. Так, енді келесі оқушылар бүйтіп көрейік. Мына MF деген гипотенузаға былай 90 градус биіктік түсіретін болса, оқушылар, мына оны бөлек сызбайын, мына үшбұрышты. Так, мынау M, мынау F, мынау бізде 3-ке тең болса, мынауың түбірасты 3, ал мынау OF-ің ол бізде түбірасты 6 екен. Оқушылар енді биіктікті тауып ала ма, мына түсірген биіктікті? N деп па, H деп алсайын, H деп алсайын. Оқушылар бізде H-тың формуласы бар. Мына H-ың тең болады, AB бөлінген S деген формула бар. Егер бұны жаттамасаңыздар, ештеңе етпейді. Бізде мынандай формула бар еще. Формула деппін ғой. Жаңа ауданның S тең 2-ден 1 AB ғой. 2-ден 1 көбейтілген катеттердің көбейтіндісі. Еще ол тең 2-ден 1 А, так, А емес, H көбейтілген S деген бар ғой, мына биіктік, көбейтілген табаны, көбейтілген 2-ден 1 деген сияқты. Сонда мына 2-ден 1 2-ден 1 қысқартылатын болсақ, осы жерден H тең AB бөлінген S деген формула қорытылып шыға қояды екен. Ал енді ол тең нешеге сонда? H тең А деп отқаның мына катет түбірасты 6, екінші катеттің түбірастында 3, С деп отқаның 3. Сонда бізде бұдан H тең түбірастында 2 шығады екен. Мынау сонда түбірасты 2 ма? Болды. Бұл түбірасты 2, мынау түбірасты 2. Ал мына гипотенуза түбірасты 3-ке тең. Пифагор теоремасы бойынша сонда мына MH-ың қанша болады оқушылар? Ол 1-ге тең ғой, Пифагор теоремасы бойынша. Дұрыс па оқушылар? Енді қарайық. Мынаны былай қосатын болсақ, бізде мынандай бір үшбұрыш пайда болады. Так, мына жер 90 оқушылар, білеміз оны. 90 өйткені мынау диаметр болса, сонда ереже бар өзі 90 болады деген. Так. Мынау бізде ортасы оқушылар, мынау бізде жаңағы H деген нүкте мына жағы 2 болды. Өйткені жаңа общий мына бір жерің 3 болатын болса, ал мына бір жерің 1 болатын болса, қалған мына жағың 2 ғой. Так, 2. Енді мынауың оқушылар түбірасты 6, жаңа радиус түбірасты 6 болса, мына радиусында түбірасты 6, яғни мына бір екі ұзындық бір-біріне тең екен да. Демек, бұл екі ұзындық тең. Еще мына жер 90 мен 90 болады деген сөз, ол мына екі сызық бір-біріне параллель деген сөз ғой. Ал бұл екі сызық параллель, еще мына екеуі тең болса, демек, мына екеуі де бір-біріне тең ғой. Дұрыс па оқушылар? Сәйкесінше, мына жер 2 болса, мына жерінде 2 болады екен. Демек, мына EF кесіндісінің ұзындығы бізде 2 плюс 2, ол 4 болады екен. Сонымен біздің есептің жауабы 4 болады екен. Б варианты. Сәл күрделі есеп оқушылар. Ал кеттік екінші есепке. Аха. Е және F нүктелері суреттегі параллелограмм қабырғаларының орталары. Мына Е деген нүкте бізде еще ортасы болып тұр. Мына АD кесіндісінің ұзындығының, адының ортасы Е. Және F деген нүкте тоже ортасы болып тұр. Ол D-сының ортасы екен. Так, енді арғайын айталым. Және BE кесіндісінің ұзындығы 6 екен. Мына кесіндінің ұзындығы 6-ға тең екен. СБ қабырғасын, яғни мына X-ті тап деп тұр ғой. СБ-ның ұзындығын, яғни X-ті тап деп тұр екен оқушылар. Енді оқушылар қараңыздаршы, параллелограмм ережесі бойынша, параллелограммды білеміз, қарама-қарсы қабырғалар бір-біріне тең. Мына қабырғасы X болса, сәйкесінше мына қабырғасы X қой. Демек, X болса, мына екеуі жарты-жартыдан X бөлінген 2, мынау тоже X бөлінген 2. Дұрыс па оқушылар? Енді қараңыздар. Біз енді бит көрсек бола ма оқушылар? Бит көрсек бола ма? Мына EB кесіндісінің ортасын алып, мынадан осыған битіп медиана жүзетін болсам, мына медиана қабырғаны 2-ге бөледі. Дұрыс па оқушылар? Мына қабырғаны 2-ге бөледі. Енді
еще 90 градус үшбұрышта гипотенузаға түскен медиана еще өзі де тең болады деген ереже бар ғой. Ол қалай? Мысалы мынандай 90 градустық бізде үшбұрыш бар, иә, тік бұрыш үшбұрыш бар. Мына тік бұрыштан гипотенузаға медиана түсетін болса, қабырғаны екіге бөліп, міне медиана түсетін болса, ол өзі де тең болады. Міне үшеуі біріне тең болады деген ереже бар. Сонда мынауың 3, мынауың 3 екен, алтыны екіге бөліп 3 қой. Сәйкесінше мынауың да 3-ке тең болғыштар, медиананың өзі. Енді қараңыздаршы оқушылар, енді қараңыздаршы. Мына бір кесіндіні алыңыздар, Д, мынау Е, былай қарай Б, мынау былай С. Мына екі сызық бір-біріне параллель, өйткені параллелограмм ғой. Мына астын бет алмай ақ асты керек емес бізге, мына жағы. Енді қараңыздар, мынау бізде x бөлінген 2, мынау қақ ортасын алам. Ол бізде 3, я, қақ ортасы. Еще мынау f деген нүкте тоже ортасы екен дысының. Сонда, сонда қараңыздар, мына фигура менде трапеция болып тұр ма? Е, Д, С, Б деген мына төртбұрыш менде трапеция болып тұр ғой. Ал мына f, мына k деп алсам, мына сонда FK деген сызық не болып тұр оқушылар? Трапецияның ортасы болып тұр ғой. Дұрыс па? Енді ол өзі 3-ке тең. Мына жағы x бөлінген 2, ал мына жағы x-ке тең. Енді оқушылар трапецияның ортасыға ережесін білеміз. Мына трапеция болатын болса, төбесі x, асты y, мына ортасының сонда тең болады. Мына ортасының сонда тең болады. Асты мен үстін қосып 2-ге бөлгенге. Дұрыс па оқушылар? Демек, мына ортасының тең болады, мына 3-ің тең болады. Астыңғы табаны x, қосасың үстіңгі табаны x бөлінген 2. Осы 2 табаны қосып 2-ге бөлгенге тең ғой. Дұрыс па оқушылар? Ортасы ережесі бойынша трапецияның. Сонда мына неға жіберетін болсаңыздар, 6 тең x-ке x бөлінген 2-ні қоссаң, x-ке жарты x қоссаң, 1,5x, иә? Демек, x-ің тең 4 болады екен. Яғни біздің есептің жауабы 4 болады екен. А жауабы. Есептер ұнады деген ойдамын оқушылар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Шанжархан ағай.